Бір аптаға жуық уақыт Теміртау қаласының 37 жастағы тұрғыны Репкин Сергейге іздестіру жұмыстары жүргізілуде. Ол 20 қараша күні кешкі сағат 16:17 шамасында оң жағалаудағы анасының үйінен шығып қайтып оралмаған. Бүгінге оны іздеу шараларына жақындары, еріктілер және полиция атсалысуда. Он пропал 20 числа. Ол 20 қараша күні оң жағалаудағы Луговая көшесі 34-те орналасқан анасының үйінен шығып қайтып оралмады. Сергей анасының үйінен шыққаннан кейін темір қабылдайтын жерге барған. Кейін жұмысқа баруы тиіс болды. Бір ай бұрын қалта телефонын сындырып алған болатын. Содан кейін еш хабарласуға мүмкіндік болмады. Келесі күні жұмыстан кешіккеннен кейін іздестіре бастадым. Сергей Репкин Теміртаудағы жекеменшік компаниялардың бірінде слесарь болып қызмет еткен. Ол жоғалған күні жұмысқа баруы керек болатын. Алайда бірге істейтін таныстары жарына жолдасының сол күні жұмысқа келмегенін хабарлапты. Айта кетейік, Сергейді 20 қараша күні соңғы рет Теміртау қаласының ескі бөлігіндегі темір қабылдайтын орындардың бірінде байқаған. Когда он ни с работы не задерживался. Ол ешқашан жұмыстан кешікпейтін. Тіпті 6 жыл бірге отбасылық өмір кешкелі оның достарымен қыдырып, хабарсыз кеткенін байқамаған едім. Үнемі өз ісіне ұқыпты қарайтын. Жоғалып кеткен күні Сергейдің үстінде қара куртка, көк джинс шалбар, сұр жейде болған. Бойы 170 сантиметр, шашының түсі қара, көзі жасыл. Сондай-ақ еріннің оң жақ тұсында тыртығы бар. Уважаемые жители города. Құрметті қала тұрғындары, егерде Сергейді көрген білген жандар болса, өтініш төменде көрсетілген нөмірге хабарлассаңыздар. Шаһар аумағы мен қала маңындағы елді мекендерде іздестіру шарасына қатысып жатқан полицейлер мен еріктілер Сергейді көрген және жүрген жерін білген адам болса, хабарласуын сұрайды. Оны үйінде 63 жастағы анасы, жұбайы және 5 жасар қызы күтіп отыр.